Енді жарайды, қоғамды түзете алмасақ та, ең бірінші қоғамды түзетуден бұрын біз әрқайсымыз өзімізді түзетуіміз керек екен. Мысалға, ислам деген сондайдың пайғамбарымызды алып келген. Егер қоғам болып исламға жабысатын болсақ, барлығымыз бірге құтыламыз. Жәннатке бәріміз бірге кіреміз. Ал енді қоғам қаламаса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның артынан жүруді, сен өзіңді ғана құтқарып кетуге мүмкіншілік. Сен өзің дұрыс болатын болса, қоғамның жаман болғаны саған, сенің өзіңе ешқандай зиян келтірмейді. Бұның өзі де үлкен немене, бауырлар? Мүмкіншілік. Енді қоғам жаман болды деп, біз де жаман болып жүре береміз бе? Мен ғана емес қой, елдің бәрі алады ғой. Елдің бәрі алатын болса, елдің бәрі ертең жауап береді Алланың алдында. Уала тазиру вазирату визра ухра. Ешкім үшін ақиретте жауап бермейді. Ана имам Шамил деген болған, білесіздер ғой, Кавказда. Сол кісі енді орыстардың бодандығын қабылдамаған ғой. 25 жыл ма соғысқан сол кісі, өмір бақи. Содан кейін Алланың қалауы ғой, дәрежесін көтеремесе көтереді. Ақырында тұтқынға түскеннен кейін ол кісіні түрмеге емес, сол кездің патшасы өзінің сарайына тұрғызып қойды. Енді құрмет дегенде Алла сондай жүрегіне сақ қойған ғой. Ол түрмеге жатуға лайық емес. Содан кейін Осман империясының бір патшасы, Мұрат қой деймін, қателеспесем, Мұрат хан деген. Сол кісі орыстың патшасымен келісіп, енді ол кісі қартайып қалған, мұсылмандарды қажылыққа бару деген нәрсе бар, сол қаласаң сол кісіні қажылыққа жіберейік деп. Ол да келісе салады. Енді қажылық нәсіп болып тұр ғой. Стамбулға барады, қонақ болады, ары қарай Меккеге барып қажылығын жасап, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қаласына келіп, Мәдинада қайтыс болады. Жақындық. Сол кезде бір кітабы бар ол кісінің, Кавказдың қыраны деген. Сол кезде ең соңында жазып қойған екен. Сонда шейх Шамил Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қабіріне барып, қанжарын белінен шығарып, құмға қадап, я Расулалла, мен Кавказды құтқара алмадым деп жылаған. И сол жерде қайтыс болған екен марқұм. Бірақ ана жерде автор жазып қойыпты да, ол кісі Кавказды құтқара алмаса да өзін құтқарып кетті деп. Сондықтан да біз мұсылмандар үшін қолымыздан келгенше, мұсылмандардың түзелуі үшін әрине қызмет қыламыз, бірақ мұсылмандардан бұрын, қоғамнан бұрын ең алдыменен кімді түзетуіміз керек, бауырлар? Өзімізді түзетуіміз керек. Өзімізге жақын жанұямызды, бала шағамызды, туған туысқанымызды түзетуге тырысуымыз керек. Соларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолымен жүруге не істеуіміз керек? Үйретуіміз керек. Сонда қоғам өзі түзеледі, және Алла тағаланың несі келеді, бауырлар? Жәрдемі міндетті түрде келеді. Осы нәрсені басты қағидат қылып алуымыз керек.